Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кез келген жанға ұнайтын, әсіресе ер адамдарды баурап алатын Орео пирогын жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Қажетті заттар: ұн, сахарный пудра, бөлме температурасындағы сары май, кукурузный крахмал, какао, разрыхитель қажет болады. Енді ең алдымен ұнымызға сахарный пудрамызды, крахмалымызды, разрыхителімізді барлығын салып араластырып аламыз. Және сары майымызды да қосып аламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасындағы еріп тұрған жұмсақ сары май болуы қажет. Жұмыртқа қалып қойған екен, міндетті түрде қосамыз. Жұмыртқамыз бен какаоны да қосып, жақсылап араластырып, тестамызды дайындап аламыз. Сонда жұмсақ, нәзік осындай тестамыз дайын болды. Міне осыдан азғана бөлікті бөліп алып, пакетке салып, оны морозильникке салып қоямыз. Бұл бетіне теркадан өткізіп салуға қажет болады. Енді қалған бөлігін табамызға салып, жайып аламыз. Қолымызбен жайып алатын боламыз. Енді арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Творог, қант, қаймақ, жұмыртқа және осындай Орео печеньелері қажет болады. Жұмыртқамызға қантты салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Және осыған жұмсақ творогымызды, қаймағымызды барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді Орео печеньесін пакетке салып, қатты майдалап езбей, орташа көлемде етіп ұнтақтап аламыз. Блендермен де езіп алуға болады. Міне осылай езіп алдым. Осыны салмамызға салып, араластырып аламыз. Енді дайын болған салмамызды қамырымыздың үстіне барлығын құйып, тегістеп, жағып шығамыз. Морозильниктегі қалған тестамызды алып, теркадан бетіне өткізіп, сеуіп шығатын боламыз. Терканың ірі көзінен осылай өткізіп аламыз. Міне енді дайын болды. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығады. Міне менің пирогым осылай пісіп шықты. Осылай ұсынуға да болады, немесе бетіне крем дайындап, креммен де ұсынсаңыздар болады. Осылай бетіне крем жағып, ұсынуларыңызға болады. Сондай дәмді, нәзік, ерекше пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.